бірінші сөзімді ассалаумағалейкум деп бастасам. Өзім таныстыратын болсам, Мұхаммед Али Сужиков атындағы нөмірі 6 орта мектептің 10 сынып оқушысы Тілеуберген Еркебұлан боламын. Бүгін сіздерге ретро форматтағы фотоаппараттарды таныстырғым келіп отыр. Осы фотоаппараттардың тарихымен және өзімен таныспас бұрын сіздерге ерекше мағлұмат айтқым келіп отыр. Осы ең алғашқы фотоаппарат пайда болған сәтте оны қолдану өте қиын болатын, себебі осы фотоаппаратты қолдану үшін өте үлкен сомадағы қаражат қажет. Осы қаражатты табылмаған отбасылар өздеріне фотоаппаратпен суретке түсу мүмкіндігінен айырылған. Бірақ осы қаржысы болған сәтте де бір-ақ сәтте фотоаппаратты қолданған. Ол туысқандар қайтыс болған кезде. Осы мәйіттен қалған бір естелік болсын деп фотоаппаратпен түрін суретке түсіріп алатын болған. Ерекше мәлімет. Сөзімізді жалғастыратын болсақ, күнделікті қолданып жүрген смартфондарымыздың камерасын алу үшін ғалымдар 8 ғасыр бойы ізденісте жүрген. Осы 8 ғасыр бойы ізденісте жүргеннің арқасында бүгінгі күні қолданып жүрген смартфондарымыздың камерасы пайда болды. Дегенмен 17 ғасырда Йоган атты астроном атамыз осы алғашқы камералардың механизмін жасап шықты. Бір ерекшелігі осы алғашқы камераның бояуы асфальт лагынан болды. Асфальт лагымен шыққан сурет адамның бет-әлпеті анық көрінбесе де түр беті сомдалатын болған. Ал осындай оқулықтарды көрген Стивен атты ғалым өзінің бір топ ғалымдарымен жиналып 1865 жылы қолымдас топтарға фотоаппаратты ойлап табады. Осы фотоаппараттың бір ерекшелігі тұрған адамның көлеңкесі арқылы сол адамның бейнесін және де пішімін қағазға түсіретін болған. Осындай әлемдік сенсация болған сәтте Стивен бүкіл әлемді осы фотоаппарат құрылғысын дамытуға арнайды. 19 ғасырда жапондық инженерлердің зерттеуінің арқасында скина деген аппарат шығады. Бұл скина фотоаппаратының бір ерекшелігі фотопленкамен жасайды. Фотопленканың барлығымыз білетін шығармыз 2000 жылға дейін қолданыста жүрді. Осы фотопленкамен түсірілетін скина фотоаппараты халықтың жүрегін бірден жаулап алды. Себебі қолдануға оңай, суреті анық және де адамдардың көңіліне шығатындай суреттер шыға бастады. Дегенмен 2000 жылдардан кейін смартфондар пайда болып, смартфондарға камера жалғанғандықтан осы скина сынды фотоаппараттарды халық ұмыта бастады. Енді болашақта осындай скина сынды фотоаппараттар музей төрінен орын алатынын біз сенімдіміз. Дегенмен технологиямыз дамып, әр жыл сайын технология дамығанымен өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз жоғалтылмайды.